Ассаламу алейкум достар, қалайсыңдар? Сіздермен бірге мен Нұреке. Мен бүгін сендерге черный пояс қалай алуды үйрететін боламын, сосын қалай раса дракона алуды үйрететін боламын. Ал кеттік. Менде алдыңғы видеода қалай оның алдыңғы 2 күнгі квесттерді орындауды үйреттім. Бүгін біз қызыл поясты алуды үйрететін боламыз сендерге. Соңғы екі пояс па, 3 пояс па қалды. Бізде осы красный пояста бізге бір терроршар өлтіру керек. Или Rambling Waters бар емес па, 6-шы опасностьта 3 сиабист бірден шығады ғой. Сол 3 сиабисті өлтіру керек біз. Қазір портал фруктын алып аламын да, сосын Тики октопусқа Тики островына тыпырсаймыз да, 6-шы опасностьқа барып 3 сиабисті өлтіретін боламыз. Сонымен біздің красный поястың заданиесі орындалады. Ал мен бұл моментті видеоға түсірген жоқпын, өйткені 3 сиабист нечайно шығып қалды, сосын үшеуінде магмамен өлтіріп тастадым. Енді менің заданием орындалды. Қазір портал фруктын қайттан жеймін да, сосын өзімнің красный поясымызды алатын боламыз. Красный поясты алдық наконец-то. Ал енді красный поясты біз алдық, әдем тұрады екен, менің скиніммен зор жарасып кетеді. Енді бізде последний задание черный поястың заданиесін аламыз. Черный поястың заданиесінде бізге айтады, новый остров бар, дракон вулканический остров бар. Сол вулканический островқа барасың да и өтесің дейді сол ивентті. Енді бұл задание шамалы қиындау болады, өйткені вулканический островқа магнит керек. Магнитті қалай крафт ететінін сендер білесіңдер деп ойлаймын. Если білмесеңдер, осындай магнит керек. Менде магнитім жоғалып кетті что-то. Мен алдында қолданып жүрген сияқтымын бар ғой. Магнитті алу үшін анау осы жерде бір NPC бар, содан крафт жасап аласыңдар. Осындай оттар заданиесін орындап, сосын оттарды жинап крафт жасап аласыңдар. Ал енді мен өзіме магнит жасап алдым, сосын өзіме команда тауып алдым. Өзімнің VIP серверінде, сендерде VIP серверге кіргілерің келсе 500 теңге төлеп менің VIP серверіме кіре аласыңдар. Приватный личкаға жазсаңдар, мен өзім қосам. Біз енді на дороги деп кетіп баратырық енді. Ал енді бізге удачи. Ал енді біз осы островты тауып алдық. Біреудің магниті қолданылды. Бізде бәрімізде магнит болды. Оның біреуінкі қолданып кетті. Енді бізге екі жаққа бөліну керек команда. Бір адамдар, осы жерде големдер пайда болады. Ол големдер бізде осындай реликвияны сындырады, ол големдер, NPC-лар. Сендерге оларды өлтіріп тастау керек. Реликвияны 100%-дан түсірмеу керек, максимально 90%-дан вообще түсірмеңдер. Ал екінші команда осындай магманың үстінде осындай оттар шығады. Магма өртенеді, осындай. Соны скилл қолдансаңдар, магманың оты өшеді. В общем, төбедегі процентке қарап отырсаңдар болды. 5 минут бойы соны істейсіңдер, содан кейін жерде осындай костилар пайда болады. Сол костиларды жинап аласыңдар. Сосын мен черный поясты алдым осы заданиені орындап. Содан кейін мен драгон NPC-мен сөйлестім. Осылай бітті біздің видео. Ал енді черный поясты алғаннан кейін енді біз дракон расаны алуға болады. Тағы да сол вулкан островқа барып бізге яйцоны алу керек. Черный поясты алғаннан кейін ғана сендер яйцоны ала аласыңдар. Енді ол маған қалай қиын болған сендерге айта алмаймын. Оны енді келесі видеода дракон расаны қалай алуды и қалай версия 2, версия 3, если мен нерві шыдаса істей алсам, версия 4-ті де істеуді көрсететін боламын. Если істей алмасам да көрсетсем қалай істеуді, сендер істей аласыңдар деп ойлаймын, өйткені мен нервім онша шыдай бермейді ондайға. Осымен видео бітті. Мен сендерге қалай үйреттім деп ойлаймын енді. Сосын аккаунт фрукт анау-мынау өзің білесіңдер. Алғыларың келсе онда маған жазасыңдар. Сосын VIP-ка сервер, менің осындай личный серверіме кіргілерің келсе 500 теңге төлеп кіре аласыңдар, өзім қосам. Бұл жақта артық ешкім болмайды. PvP-ны өшіріп тастаймын. Мен бұл серверде ешкіммен PvP шықпайды. В общем, кайф сервер. Так что маған жазыңдар личкаға. Давайте.